Сіздердің жеткен жетістіктеріңізді неге ашық түрде бізге айтпасқа? Өзіміздің жетістіктеріміз оларға көрсеткіш деп айтқым келеді. Бірақ ол орнымда өсу өз ойымдағыдай болмағандықтан кейін мен желілік бизнеске кеттім. Не үшін осы Dandelion компаниясын таңдадыңыз? Қазақша бақ, яғни қазақтардың бағына келген компания. Мен жалпы бизнеске келдім. Саған бір айлық қана төлейді ғой. Кітаптар оқып, шетелдерге бару арман. Доход дейтін кішкентайдан өсе берген кезде сол кезде бір жеттен кейін түсіндім. Ол не туралы сабақ болғанын түсіндім. Тек қана фокус деген затпен істеймін. Мен даже үйде болсын, бизнесте болсын, жеке кәсібімде болсын, көп уақыт мен бұлардан қаштым негізі. Сетевой жасамаймын деп. Мен де традиционный бизнестен келдім негізі. Нұржантқа қараймыз, 200 мың алды депті. Еще анау-мынау автобонус емес, 12,5 миллион теңге компания берген, иә? Сетевикке жіберіп берді, ана директор школ, сетевик, со стажем соған барып ақпарат берілді дейді. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Біздер қазір керемет подкаст түсіруге келдік. Бұл подкасттың форматы жалпы қазір әңгіме басында көресіздер. Экран алдына ыңғайланып отырып алыңыздар. Біздер кештің қонағы, орысша айтқанда непростой адамдар. Сондықтан да үлкен жетістікке жеткен, үлкен белестерді бағындырған қонақтарымыз келіп отыр. Келген қонақтарды мен қысқаша таныстырып кетейін. Сөз басында бұл кісілер өздері толығырақ өздерін таныстыра кетер. Мен оң жағымнан бастайын. Менің оң жағымда Нұржанат ханым. Бұл кісі қазір Dandelion компаниясында топ лидер, консул статусын бағындырған, бірнеше пәтер, автокөліктер алған. Одан кейін менің қасымда Гүлмира ханым. Бұл кісі де тоже үлкен белестерді бағындырды. Қазір компаниямызда супер директор статусын бағындырған. Бұл кісінің осы жалпы осыған дейінгі жеткен қазір жетістіктері бар. Ол кісілер өздері толығырақ айтатын болады. Одан кейін менің қасымда Раушан ханым. Бұл кісі де Dandelion компаниясының консул статусында үлкен белестерді бағындырған. Қазір толығырақ тағы да айтатын болады. Мен қатты зерттемедім, бірақ та қазір өздері ашық түрде айтатын болады. Одан кейін біздің Айнагүл ханым. Бұл кісі де үлкен белестерді бағындырды. Осы 2024-тің қысында Kia автосалонынан жаңа көлігін шығарды. Қазір супер директор статусында, Құдай қаласа консул статусына бір-екі қадамы қалды. Құдай бұйыртса. Енді қош келдіңіздер. Біздің студиямызға. Бұл жалпы формат еркін тақырыпта, еркін отыра беріңіздер, әңгімелеріңізді айтыңыздар. Жалпы жаңадан келіп жатқан қонақтарымызға, осы сетевой саласын енді таңдап жатқан адамдарға, және де сетевойдан бір қатты негатив алып, бір шапалақ алып қалған бір адамдарға осы подкаст бір мотивация болсын деп сіздерді қонаққа шақырдым. Келгендеріңізге көп рахмет деймін. Енді бірден тақырыпқа көшейік. Жалпы сіздердің жеткен жетістіктеріңізді бірі білсе, бірі білмейді. Көп адам негізінде білмейді. Біледі, тек қана сіздердің әріптестеріңізді біледі, арттарыңыздан еріп жатқан командаларыңызды біледі, яғни ағайын туыстарыңыз, өздеріңіздің аудиторияларыңыз біледі. Бірақ біздер осы YouTube-қа шығып, осылай подкаст түсіріп, экранға шықсақ, көбірек адам біледі. Бұл сіздердің жеткен жетістіктеріңізді неге ашық түрде бізге айтпасқа? Заңды түрде қиналмай-ақ 1,5 жылдың ішінде үлкен жетістікке жеттіңіздер. Енді бұл жерде жеткен жетістіктеріңіз туралы өздеріңіз толығырақ айта кетсеңіздер. Сөз кезегі сіздерге. Енді кім бастайды? Қалай бастайды? Өздеріңіз қараңыздар енді. Нұржанат апа, сіз бастайсыз. Қайырлы күн баршаңызға. Шынымен де керемет көкейтес сұрақ бұл деген. Именно осы бизнесте шынымен де жетістіктеріміз бар. Сенбей жүрген адамдардың саны да көп. Ол сенбесті күмән деген ол былай қарағанда қалыпты жағдай, ол табиғи сезім ғой. Сондықтан да именно біздің осындай жетістіктеріміз, нәтижелеріміз оларға, мысалы осындай өзіміздің жетістіктеріміз оларға көрсеткіш деп айтқым келеді. Именно Dandelion компаниясында жалпы желілік бизнесті қалай
мен өзім бывший педагогпын ғой, бывший ұстазбын. Желілік бизнесті таңдаған себебім, бұрынғы орнында жұмыс жасадым. Бұрынғы жұмысымда мен ұстаздық қызметті атқардым. Бірақ ол орнымда өсу өз ойымдағыдай болмағандықтан кейін мен желілік бизнеске кеттім. Желілік бизнесте байқағаным, бұл жерде өсу бар. Бұл жерде үлкен жетістік бар. Сол жетістікті осы Dandelion компаниясында аз уақыттың ішінде алдым. Аз уақыт деп отқан, менде жалпы компанияға біз 2 жылда болған жоқ, бұл компанияға қыркүйектің 17 күні 2 жыл болады. 1 жыл 8, 1 жыл 7 ай дегенде осы консул статусын бағындырып, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, нәтижелер ол расында. Сондықтан сенбей жатқан жандарға бұл үлкен мүмкіндік алаңы деп айтқым келеді да. Сондықтан қазіргі біздің бөлісіп өтқан ойымыз, мен ойлаймын, оларға біздің нәтижеміз оларға енді еститіндей, жететіндей, бұл біздің нәтижеміз оларға сенім білдіретіндей әрекет деп ойлаймын. Енді Нұржан ханым айтып отырсыз ғой, жаңа мұғалім болдым деп. Мұғалім болған жеңіл ме, әлде сетевик болған жеңіл ме екен? Екеуі де енді адамдармен жұмыс жасау ғой, енді былай мұғалім форматында енді ана жерде кілең бір шаңырақтың астында жүрген адамсыздар, мектептің астында. Бұл жерде енді сіз ешкімге бағынбайсыз. Дұрыс айтасыз. Айырмашылығы негізінде ұстаздық қызметімді, ұстаздық таңдауымда мен ата-анамның бақытымен келгенмін жалпы да. Әрине ол жолда еңбек етіп те үлгердім. Айтып отырмын, жағдай өзімнің өсу дамуымда ол жерде мүмкіндігімді көрмегендіктен мен желілік бизнеске кеттім деп айтып жатырмын ғой. Дей тұрған менде айырмашылығы, мен өз уақытыма өзім ие болуды армандадым. Ұстаз болып жүрсем, әрине мен уже үкімет жаңағы бала бақытында, үкімет бақытында деген сияқты да, өз уақытым ол ортаға арналады деп айтқым келеді. Именно желілік бизнесте мен өз уақытым өз қолымда, өз уақытым өз ием, өз сол уақытымның иесі деп сол орынды байқадым да. То есть именно осы желілік бизнесте мен өзімді еркін сезініңіз. Еркінді, уақыт өз қолымда келді. Өзім қожа, өзім би десейші. Өзім қожа, өзім би. То есть өз уақытым өз еркімде деген маған. Қазір түсінген адамға уақыт негізі ең қымбат нәрсе ғой. Қайтып келмейді. Мысалға, ертеңгі күніміз бүгін қайтып келмейді. Кеше қайталаған нәрсеміз бүгін қайтып келмейді дегендей. Дұрыс айтасыз. Бүгінгі күн ертең болады, ертеңгі күн бүгінде болады да. Мысалы, мен желілік бизнесте шешім қабылдағанда, әрине менде де сол күмән да болды, сенбестік те болды. Бірақ жаңа айтып отырмын ғой, өз уақытым өзіме тиесілі болмаған байқағаннан кейін все равно бір шешімге келдім да. Сол шешімнен еш өкінбеймін деп айтқым келеді. Әрине мен желілік бизнесте бұл 1 жыл емес, мен үшін 2 жыл емес, мен 15 жылдың үстінде опыт, тәжірибем бар деп айтайын да, тәжірибем бар. Сондықтан именно Dandelionға келгендегі мақсатым осы жерде орындалды. Арманым осы жерде орындалды. Тамаша. Керемет сұрақтарға жауап бердіңіз. Енді бұл жерде менде де сұрақ бар еді, жаңағы сетевой компаниясына жалпы қалай келдіңіз дейтін бәріне сұрақ жауап бере кеттіңіз. Енді Гүлмира ханым, сіз де әңгімені жалғастыра кетіңіз. Жалпы осы компанияға қалай келдіңіз? Не үшін осы Dandelion компаниясын таңдадыңыз? Қайырлы кеш баршаңызға. Жұмаділбек, өте керемет бүгін ұйымдастырып жатырсың. Бұл біз жалпы Dandelion компаниясы ол орысша одуванчик, қазақша бақбақ, яғни қазақтардың бағына келген компания. Осындай компанияны әуел алла, одан кейін бізге президентіміз Яур Мусаевич беріп тұрғаннан кейін, осындай мүмкіншілік болып тұрғаннан кейін, шынымен де неге бөліспеске де? Бұл жердегі айтарым, мен жалпы бизнеске келдім. Бұл шынымен де кішкентай ақшамен үлкен белестерді бағындыратын бизнес. Мен оған көзім жетті, себебі бірінші күннен бастап законно жұмыс істеп тұрған компания. Мен өзім сетевик емеспін. Мен вообще бизнесменмін. Өзімнің кафем бар, магазинім бар. Енді мен сол бизнеспен салыстырғанда бұл маған оп-оңай. Енді бәрібір да, салыстырмалы түрде бәрі айтады да, мысалға, ой, қиын, адам шақырасың, мен неше адам шақыру керекпін дейді. Кімге айтамын дейді. Мен наоборот айтамын, кімге денсаулық тілейсің, кімге ақша тілейсің, жаныңа жақын 2 адаммен басташ. Әркім сөйтіп сонда 2 адам бастаса, бұл деген өте керемет мүмкіншілік
жалпы қазақ халқына беріп тұрған мүмкіншілік. 11 айда осы компаниядан мен 33 миллионға 2 машина алып отырмын. Мәссаған. 11 айда. Қараңыз, 2 iPhone, 2 путевка. Біз оны мақтанышпен айтамыз. Шынымен де мақтануға тұрарлық компания. Енді сондай мүмкіншілікті біз жалпы халыққа көрсетіп жатырық қой, айтып та жатырық. Әрине сенетін де бар, сенбейтін де бар. Қайдан келе жатқан батпан құйрық дейді ғой. Иә, көбісі солай айтады да. Шынымен де бұл қазіргі заманның бизнесі, ол сетевой бизнес. Осыдан 15 жыл бұрын мен традиционный бизнес бастадым. Сол кезде шынымен де традиционный бизнестің заманы болды. Ол кезде даже бәрі өзімізге әкеліп берді, магазинге бір түйір зат алсаң да, бір заказ берсең да, солай болды да. И біздер традиционный бизнестен сол кезде де мен бәрін айттым. Именно өзім жаныма ашитын адамдарыма қазір традиционный бизнестің заманы, магазин ашыңдар, кафе ашыңдар деп. Ол кезде де істеген адамдар қазір Аллаға шүкір, иә, мысалы жемісін көріп отыр ғой. А енді қазір сетевой бизнестің заманы. Сондықтан мен өзім әуелі Алла, одан кейін осы міне осындай бизнеске шақырған спонсорым Нұржан ханымға таңнан тұрып алғысымды айтып, осы Dandelion компаниясын нәсіп еткен Аллаға сан шүкіршілігімді айтып, осы компанияны жасап жатырмын. Және жетістіктерге сол аз ғана уақытта жетіп жатырық. И басқаларында сондай жетістікке жетуіне мүмкіншілік беріп тұрық. Енді жеке кәсіпкер деген нәрсе ол да бір өзіңіз өзіңіз қожа болатын нәрсе ғой. Әрине, жалпы мен өзім медучилище бітіргенмін, 3 жыл жұмыс істедім. Содан кейін түсіндім да, мен біреуге жастық шағың, уақытың үкіметтікі ғой, енді сен. Сосын ол жерде сен айтам да, қазір бәріне қанша жаның салып жұмыс істей бер, саған бір айлық қана төлейді ғой. Ол айлық мысалы ештемеге жетпейді да, мысалы бір айлықпен өмір сүру мен ол кезде де жетпейтінін түсіндім да, мен сразу бизнес ашып кеттім. Қазіргі заманда қанша тапсаң да жетпейді ғой ақша. Сондықтан мен традиционный бизнесте де мен еркін болдым. Бірақ ол жерде де қараңыз, ол жерге де саған клиент керек. Сен магазинді ашып қойып, магазинді ашып қойып отырмайсың ғой. По-любому клиент шақырасың. Ол жерге де Инстаграм, ол жерге де қазір жаңағы бір телефонмен істейтін бизнес ғой. А енді мынау одан да жеңілдетіп қойған сияқты мен үшін. Мен айтамын, бұл вообще оп-оңай бизнес қой деп, еркінсің. Міне түске дейін бүгін қазір бізде акция болып жатыр, соны пайдаланып жұмыс істеді командамызбен. Түстен кейін өзіміз осылай еркін жүріп жасап жатырық. Күшті. Дұрыс айтасыз. Енді жеке кәсіпкер болу да оңай емес. Ол жерде де сіздің қол астыңызда жұмысшыларыңыз болады, жаңағы продавеціңіз болады дегендей. Сондықтан да өзіңіздің жаңағы осы сетевой компаниясына келгенге дейінгі опытыңыз жалпы сол магазин, жаңағы кафе ашу, сол жолмен келдіңіз, керемет, тамаша. Ол традиционный бизнесте, например, күнде ақша саласың. Күнде ақша саласын, өзін саласын, продавецің жоқ па, продавец болып кетесің, поварың жоқ па, повар болып кетесің. А мына жерде кішкентай ақшамен компания даже 33 мың алыспен баста деп тұр ғой. Бірақ коробкамен баста деп тұр бизнесті да. Бірақ коробкамен басташ, главное ішіп көр деп тұр. Бұл жерде не то, что сен бизнес жасайсың, денсаулығын жей отыра бизнес жасайсың ғой. Әркімнің денсаулығы өзіне бизнес болып келіп жатыр. Соны біз жалпы халыққа түсіндіргіміз келеді. Қорықпай баста дейміз бәрі. Мен жан-жағым бәрін айтып жатырмын да. Енді Аллаға шүкір бізде сеніп бізге келген командамыз қазір бәрі табысқа шығып жатыр. Жетіспейтін, айтады ғой, жеткізбейтін арман жоқ дейді, жете алмайтын адам бар дейді. Бұл жерде келген адам міндетті түрде жетістікке жететін бизнес қой. Сондай керемет компания. Жаңағы шабысына байланысты ғой, Әрине. Кім қаншалықты сөйлеп аузымен, адамның аузы магазин дейді ғой. Бұл жерге жетіспейтін уақыт. Бұл жерге шынымды айтайын, бұл жерге айтам бәріне. Ең қиыны деймін да, 201 мың 600 теңге ғой, миллионный бизнес. Соны табу, кірдің ба, тек сөйлей бересің, айта бересің. 200 мың теңгеге тәуекел, иә, конечно. Жасайтыңыз. А сен традиционный бизнесте представь, неше миллион ақшаң керек. Бізге қазір келіп жатқаны үлкен адамдарда, біздің командамызда врач апайлар пенсияға шыққан. Мысалға, мен ол кісілерге айта алмаймын, традиционный бизнес жасаңдар деп. Потому что олардың ондағы мүмкіншіліктер біріншіден постоянно вложение, екіншіден, а мына жерде любой келген адам, түсінген адам бизнес жасап кете алады. Қарапайым халыққа беріп тұрған мүмкіншілік. Сізді түсіндім, Гүлмира апа. Қараңыздар, енді мұғалім шықты, мына жерде жеке кәсіпкер шықты. Енді мына жақ беттен көрейік, қандай жұмысшылар шығады екен.
Раушан ханым, енді сіз де өзіңіздің историяңызбен бөлісіп кетіңіз. Жалпы қалай келдіңіз, не үшін таңдадыңыз? Рахмет, Жұмаділбек, осындай кеш ұйымдастырып жатқаныңа. Енді осы бүгін енді жаңадан келіп жатқан осы желілік бизнесті түсінбейтін адамдарға арналған жаңа тема деп ойлаймын мен өзім. Сондықтан да біз еркін бұл жерде жаңағы формат емес, өзіміздің историямызды айту керек шығар деп ойлаймын. Мен өзім мамандығым бойынша мысалы дәрігермін, бірақ мүлдем оқысам да мен істеген жоқпын. Өйткені мен кішкентайымнан қияли болдым, арманшыл болдым да, кішкентайымнан күнге қарап, күннің астында отырып, арманда отыратынмын, аспанға қарап, самолеттарға қарап, шіркін осы самолетпен күнде осы ұшып жүрсем, жаңа машинамен деп, бәрі кішкентайымда мен қияли деп айтатын сондай. Сол армандайтыным, сол арманым қазіргі уақытта орындалды, бірақ дәл осы дандалайында болмаса да, алдыңғы уақыттарда да желілік бизнестерде кіріп жұмыс жасап көрдім. Өйткені бірақ ол жерлерде опытым болған жоқ. Кішкентайымнан өзім кітап оқуға құштар болдым негізі. Сондықтан да бірден осы желілік бизнеске келген кезде мен ақша табуды ойлаған жоқпын. Бұл жердегі продукциясына, денсаулығыма байланысты келгесін кітаптар оқып, шетелдерге бару арман болғасын, семинар десе шетелде соларға қалмай барып, тренингтерге қатысып, көптеген коробка кітаптар алып келіп, соларда үйде жатып оқып, сол армандап жататынмын. Шіркін осы Киясаки ұқсасам, Тони Роббинс ұқсасам, солардың дәрежесіне жетуге не істеуге болады, неге жетпейді, неге біз жетпейміз, неге біздің қазақтар болған жете алмайды, бұл жердегі құпия не деп көп бізден ойлайтынмын. Енді өзім жаңағы былай үкіметке дейді ғой, жаңағы государствоға мүлдем жұмыс жасап көрген жоқпын. Мүлдем менде трудовой книжка деген жоқ. Мен бірден өзімді есім жиғаннан, тұрмысқа шыққаннан кейін біздер өзіміздің жеке кәсібімізді бастап кеттік. Жолдасыма көмектесіп, бас жағында просто сол кісіні қолдап отырып, артынан өзімде кірісіп кеттім. Бірақ ол жерде де жаңа традиционный бизнесті де семьямда істеп бастағанмен мен айтатыным осы мына оқығанның арқасынан, жаңа барып сыртқа шығып көзім ашылып кітаптар оқығанның арқасынан ең бірінші мен оларға түрткі болдым да, давай істеп көрейік, тоқтамау керек екенін білдім да. Қандай неше түрлі қиын кездер болды. Мысалы студент болып жүріп біздер үй салдық, сол жаңа өзіміздің табыс көзі дейді ғой, енді екеуміз де студент болғасын вагонда да тұрдық, квартирада тұрдық, үй салдық. Үй салған кезде де үй салу үшін де көптеген материалдар керек, оған да не керек. Соның барлығын мен жолдасыммен бірге жүріп істеп шықтым. Және сол бизнесті ары қарай алып кету үшін көп ойланып, кімдікі Джон Кей ханымға кітабынан оқыдым. Кішкентай заттан бір спичинкадан үлкен жаңағы магнат болуға болады, завод салуға болады деп. Сол кішкентай заттан бір шынын айтса, жаңа кішкентай бір шкафтан бастадық та біз жасаудан, бір кішкентай тумбочка жасаудан. Сол тумбочканың өтетінін біліп, екіншісін, үшіншісін уже жалғастыра беріп, доход дейтін кішкентайдан өсе берген кезде, сол кезде уже адамның духы көтеріліп, оның болатын өзің дәлелдейсің да, жаңа сен кітаптан оқығаның және өмірде әрекеттен айырылмасаң, оның міндетті түрде жететініңді. Сол сөйтіп жүріп, өзіміз жаңағы студент болсақ та, жолдасым екеуміз үйімізді салдық. Сол әрекеттің арқасында мүлдем ақша болмаса да, мына бастағы үлкен жаңа арманымыз үй салу деген үлкен жетістікке солай келіп, жайлап цехымыз салып, одан дүкенді ашып, бутиктер ашып, оның барлығына да менде тоқтаусыз әрекет керек екенін білдім. Просто егер тоқтаусыз әрекет етсең, мысалға, мен егер биыл қозғалмасам, мен бір жыл жұмыс жасамай қалсам, келесі жыл осы жерде немесе осы орыннан ары қарай жылжып кететінімді біліп, тек тоқтаусыз, какая разница, осы жыл жұмыс жасасам, зато келесі жылде мүлде менің басқа өмірім болатынын біліп, біздер тез жаңағы мен өзімнің немде бір затты бастаса, тез істеп тастау керек. Тез орындап тастау керек. Мен өзім лично өзімнің мен результатқа жұмыс жасаймын. Мен мына процесс дегенде процесске бағынбаймын негізі. Көбісі айтады да, мен даже өзімнің баламды айтады, мама, сен процесстен наслаждение алмайсың, сен тек результатқа ғана фокус қоясың деп. Мен фокус деген затты мен шетелге барғанда Том Шрайдердің фокус деген сабағына қатысып келдім. Бір сол кезде мүлдем түсінген жоқ, бірақ келгеннен кейін бір жеттен кейін түсіндім. Ол не туралы сабақ болғанын түсінген жоқпын ол кезде. Келгеннен кейін
бір жеттен кейін басымда сол ленталар айналып, сол фокус деген зат менің шынымды айтсам қазіргі өмірімнің барлығы мен тек қана фокус деген затпен істеймін. Мен даже үйде болсын, бизнесте болсын, жеке кәсібімде болсын, бір жерге баратын, бір жерде план құратын болсам, мен фокус деген зат және командама да дәл сол фокус деген затты қоямын. Және де өзімнің өз әрекет, өзім істемесем әрекетімін басқаларға айта алмайтынмын, өзім фокус қоймасам басқа біреуге айта алмайтынымды, өзім 50% жұмысымды жасамасам мен ешкімге айта алмайтынымды біліп, әрқашанда өзім алда жүруді үйрендім. Традиционный бизнесте 15 жыл, 20 жыл жұмыс жасадық. Жеке семейный бизнес болып, барлығына да кішкентай жаңағыдай айттым ғой, с печенькеден тұрғызып, осы бизнесіміз қазіргі уақытта енді әлі күнге шейін бар, қазір істеп жатыр семьям. Осы Dandelion компаниясына 1 жыл 7 ай бұрын келетін кезде, осы бизнесті өзімнің спонсорым Альфира ханым ұсынған кезде көп кешен қабылдаған жоқпын, өйткені мен алдыңғы сетевой компанияларда, желілік бизнестерде тек қана оқумен айналысып, нәтиже көрген жоқпын, былай қарағанда табыс тапқан жоқпын да. Сосын айттым, ой, барлық жерде де сол жаңағы оқисың, анда семинар дейсің, не дейсің, мне кажется, осы істеген жеке кәсібім дұрыс сияқты, осыны ары қарай дамытуым керек, фабрика салуым керек деген фокусымнан айырылғым келмейді деп, ойлана өстіп қарап, шынын айтсам, мен осы Dandelion компаниясына келу мүлдем ойымда болған жоқ. Мен просто сол Аллахтың қалауы шығар деп ойлаймын, осы жерге әкелген денсаулығымнан күрт резко жаңағы не ауырып қалдым да. Сол кезде уже выход болмай, мен айттым, спонсорым айттым, әкеші, ана не көмектесетін болса көрейін, мынаны маған беш деп. Соны ішіп көрген кезде мына магний водородтың маған бір күнде нәтиже берді, бірінші күні нәтиже берді да, даже бірінші сағаттарда берді. Ішіп көргеннен кейін ол денсаулығыма байланысты, ол жаңа менің жаңағы ауырған жерім емес, мен басқа жерім, яғни мен оны бірінші орын деп қоймағам, менде ұйқысыздық болды, бессонница 10 жылдай ұйқысыздық болды. Мен оған қалыптасып кеттім, яғни мен таңертең ұйықтап, таңертең ұйқыдан тұратынмын, жұмысымды жасап жүре беремін, қалыптасып кеттім солай. Просто оны қалыптасқанға да адамның миына байланысты маған бір жерден оқыдым да, сол кезде адам ұйықтамағаннан өлмейді, ұйықтамадым деп ойлай бергеннен өліп қалу мүмкін дегенге, соған өзіме мына миыма кіргізіп алдым да, күнде маған 2 сағат ұйықтасам, сол жарайды деп ойладым. Бірақ мен сол ұйқысыздығым көптеген өзімнің денсаулығыма кесірлерін тигізіп, почти жаңа букет болезни бойымда. Соны осы бір магний водород ішкен күні мен сол где-то 8-9-10 жылдан ұйықтамаған, сол күні бір кешкісін ұйықтап қалдым кешкісін, таңертең ұйқыдан тұрдым. Содан кейін мүлдем кәдімгі осы компанияға, осы продукцияға деген ойым мүлдем өзгеріп, резко жаңа зерттей бастадым да, шамалы ішіп, сосын спонсормен кездескеннен кейін қысқасы айтқанда 1 жетте нәтиже көрдім мен осы өнімнен. Көп ойланған жоқпын, сосын табысқа шығу жолын ойлап, көп ойланған жоқ емес, ойландым негізі. Ана аяғымда артында бизнесім тұр, мына жаққа кетіп қалсам, мына жақта не болады, ана жақта если не получится, тағы да қалай келем, екі жақта да қиратып алам ба деп ойландым да. Сосын білдім, ешкім маған көмектесе алмайтын, жалғыз өзімнің шешімім ғана көмектесетін, жауапкершілікті өзіме алу керегін білдім де. 2 күн ойландым, ешкіммен ақылдасқан жоқпын, өзім ойыммен зерттедім, 2 күннен кейін шешім қабылдап, осы компанияның VIP пакетімен тіркелдім де, содан кейін бірден жұмыс бастап кеттім. Бірақ айттым, егер мен 1 айдың ішінде нәтиже көрмесем дедім, мен результатқа істеймін дедім ғой. Мен 1 айдың ішінде 1 миллион айлық жасамасам, онда мен бұл бизнесте болмаймын деп, жасамаймын деп, өйткені уақыт алмау керек болды маған. Былай шығу керек. 1 ай дегенде мен 1 жетінің ішінде осы жерден уже 275 мың бірден табыс таптым. Сразу кірген бойда екінші жеті уже табысым өсе бастады да. 10 күн компанияда істедім, мен саяхатқа кетіп қалдым. Саяхатта жүріп уже 3-ші мастер статусын жауып келдім. Келгеннен кейін уже 1 айдың ішінде мен 1,5 миллион айлық алдым. Тек 10 күн істеп осы компаниядан, яғни бұл компанияның осы табыс беретіндігін, продукцияның өтейтіндігін айтқым келіп тұр да. Сосын жайлап уже көргеннен кейін деген қарсақ жаңағы құйрығымен не етеді дей ма, мына жерде ана жақтағы мен традиционный бизнестегі жаңа Гүлмира айтқандай, ол жақта сен 24/7 бүкіл мына вниманиең, бүкіл басың, бүкіл уақытың, бүкіл барлық фокусың сол жақта болғасын, ол жақта сен өзің істеуің керек. Традиционный бизнесте сен істесең бар, өзің жүрсең, істемесең жоқ. Ал мына желілік бизнесте сен бір бастап кетесің, содан кейін командаңды құрсаң, команда істейді. Сен өзіңде әрине ол команда істейді деген емес,
ол өзіңде қатар жүруің керек те. Бірақ бұл жерде 1000 есе табыс табуға болады, 1000 есе көп табыс табуға болады. Сол осы компанияға келгеніме 1 жыл 7 ай болды. Осы компанияға келгенім 6 ай 7 айда машина алдым осы компаниядан. Өзімнің қазіргі мініп жүрген көлігімді алдым. Сондай Palisade 31 миллионнан. Наличкеге алдыңыз, иә? Наличкеге алдым. Осы компанияның 12,5 миллион несін берді, жаңа автобонустың ақшасын берді. Сол ақшаны, сосын қалған ақшамды өзім зарплатынан үстіне қосып. 12 миллион 500-ді қанша уақытта түсірдіңіз счетына? 12 миллион счетыма жаңағы подтверждение жасағаннан кейін, 2 жағынан 2 директор шыққаннан кейін компанияға жазып едім. Осы мен уже подтверждение жасадым. АВР жібердіңіз сосын? АВР жібердім. Содан кейін отправьте АВР деді. АВР жібердім. 2 сағаттан кейін 12,5 миллион счетыма түсіп тұрды менің. Кім біледі сіздерге 12 миллион 500 деген? Счетқа түсті. Салонға барып мен мүлдем енді сол ол енді бұрын көрмегендік қой. Есіңде ма? Сол мен алдым, мен неге ертең сен алып тұрсың? Мына Нұржанат қайтам, Нұржанат алып жатыр. 1 күн бұрын машина. Нұржанат айтады, мен Санта-Фе алайын деп жатырмын болсын. Мен айтамын, қандай бақытты жан, күшті ғой. Қашан мен Нұржанат сияқты боламын екен деп 1 күн екеуміз қарамыз. Екінші күн мен уже енді бір нем подтверждение болмай жатыр да. Сосын подтверждать еттім де, Нұржанат суббота күні алып, мен воскресеньеге салонда машинамыз шығардық. Яғни мен қанша традиционный бизнесте 20 жыл істесем де, сетевой компанияда тиіп қашып деп айтайын, енді былай нақты істеген жоқпын, былай не болмағасын. 10 жылда істедім. Мен өкінбеймін, желілік бизнесте алдыңғы компанияларда істегеніме, ол жерде мүлдем ақша таппасам да, мен зато білім алып келдім. Жаңа опыт болды. Мына бизнеске келгенде, мысалы өзіңді кемеде келе жатырмын десең, кеменің 2 ескегі болады. Сол ескектің біреу білім болса, біреу әрекет қой. Мен сол әрекет біліммен қанша маған көп адамдар айтты, саған не керек, жұмысың неге істемейсің, осы сетевойдан сетевойға жүресің ба, жұрттың бәрін шақырып алдап, неге деген, оның мүлдем құлағым естіген жоқ та. Менің арманымды орындау тек қана осы желілік бизнес екенін біліп, сол жақтан білім алып келдімде, маған повезло деп айта аламын. Мен білімді 10 жыл жинап келдім де, мына жаққа келгенде тек қана просто екінші ескегімді қостым да, әрекетке қостым да, фокус қосып жібердім болды. Сол 1 жылда қазір 1 жылда консул статусын жаптым, ровно 1 жыл дегенде. Қазіргі уақытта енді өзіміздің келесі қадамдарымызды жасап жатырық. Амандық болса енді квартира деп күтіп отырық квартирамызды. Көрдіңіздер ғой, құрметті көрермендер, Раушан ханымның жеткен жетістігі қандай. Адамда негізі желание болса, ар жағында любой нәрсені жасап тастайды ғой негізінде. Соның қатар енді магний водородтан керемет результат алғасын бұл кісі уже әрмен қарай уже басқа адамдарға айтқысы келіп тұр ғой, шабыттанып тұр. Ал енді Айнагүл апа, сізден қысқаша осындай бір әңгіме болсын. Не айтасыз, қалай келдіңіз жалпы? Сол баяғы магний водород. Ал мені тек продуктымен алды ғой қыздар. Негізі менде бір сетевой компанияда болғанмын. Өзімше бір әрекет жасап, 3,5 жылым кетті ол жерде. Ол жерде енді ақша таппағанмен, бірақ керемет білім алдық. Керемет білім, керемет опыт болды ол бізге. Сол бар күшімізді салып, осы Dandelion компаниясында енді көріп жатсыздар ғой бәріңізде результатты. Бәрі көз алдыңызда болып жатыр. Негізі бұл компанияға келер алдында Гүлмира ханым екеуміз бір компанияда танысқанбыз. Негізі оның алдында бір-біріміз танымаймыз. Мен де традиционный бизнестен келдім негізі. Тоже продуктовый магазин, автомойка. Әйтеуір қай жерде ақша бар, сол жерден әйтеуір ақша тауып жүргенбіз негізі. Содан бір компанияда жүріп, ояққа да өнімге бардық, өнімнен жақсы болғасын. То есть сатуға жеңіл зат керек та бізге, рабочий продукт керек. Біз енді традиционный бизнес, продуктовый магазин болғасын. Ол жерде енді бәріміз сатамыз. Сатқан жақсы көреміз да, купи продай. И содан осы компанияға келер алдында енді ана жерде горький опыт болды. Уақытым босқа текке кетіп қалды, шамал минуске кетіп қалдым деген шамал өкініштер болды да, сетевой жасамаймын деп жүргенде Гүлмира ханым бар, Нұржанат ханым бар. Осы продукцияны маған жаңа ұсынып жүр да, мамаң ауыратын еді ғой, мамам гипертоник давлениесі бар. Енді үлкен кісі, 80-нен кеткен ол уақытта. Қатты ауырып жүргенде осы продуктыны алып, әйтеуір жақсы результат көрдік. Әйтеуір Аллаға шүкір, енді одан бері 2 жыл өтті ғой, мамамыз қасымызда әлі деген, енді өзін деген почти 10 жылға жасарды деп айтуға болады. Сол Гүлмира екеуміз енді бір компанияда болғанда шамалы история айтып кетейін да. Таңертең оның традиционный бизнесі бар, кафесі бар, магазині бар, бір жағы кафе, бір жағы магазин, сол жаққа барып, частенько обедіміз ішіп, ужиніміз ішіп, сол жерде уақытымызды өткізетінбіз.
содан енді ана компаниядан кеттік, енді мына компанияны маған айтып жеткізе алмай жүр, көп уақыт мен бұлардан қаштым негізі, сетевой жасамаймын деп. Содан бір күні статусын қарасаң, кешегі продукт тұрды ана компанияның. Бір уақытта шамалдан кейін таңертең тұрсаң 5-те ма 6-та ма магний водородты қойған, дандылайын деп айтып, не қойып қойғансың, алып тастағаннан, әлі үмітім бар да ана компанияда. Енді неміз ғой, фанатизм болып кеттік уже ана жақта. Ақша таппасақ та ана компанияны жақсы көріп тұрмыз. Бірінші махаббат деп айтады Гүлмира. Менің бірінші махаббат, моя первая любовь деп. Содан магнийді қояды. Шамалдан кейін қарасаң жаңағы статусы өзгеріп жатады. Кафесіне жұмысқа кіріп кеткен өзі. Қуырдақ, жылқының қуырдағы, обедте бұйырса 2 сағаттан кейін жегенде арманда, жемегенде арманда деп рекламаны жазып жатады. Айда, сосын кафесінен бір шығып, сен қыз не істеп тұрсың, статусың бардак болып жатыр, ананы алып таста, мынаны алып таста деп. Содан айтады, бола берсін, менің статусым ғой дейді, қарайтын адам қарайды дейді. Содай осы бизнесті баштап кеттік. Негізі біздің өнім керемет қой. Өнімді ұялмай адамға ұсынасын. Ауырып жүрген адам жан-жағымызда негізі көп та. Ауырып, емін іздеп, ем таба алмай жүрген, қиналып жүрген адамдар көп қой. Сол басында мен мына өнімді қалай жұмыс істейтінін түсінгенде, мен просто тек тупо бұл продуктысын сатып кеттім ғой, тек сатып, анаған сатам, мынаған сатам. Сөйтіп әйтеуір біздің арманымыз Нұржанатқа қараймыз, 200 мың алды деп та. Сол біздің арманымыз болды. 200 мың табуға үйде отырып бір айда 200 мың тапсақ қандай күшті деп сонда алдық. Уже конкретно бар күшімізді салып, продуктыны жаңағы зерттеп, бәрін изучать етіп, үйреніп алдық. Жаңағы айтылып жатқан видеороликтердің бәрін конспектировать етіп, жазып, то есть әрекет мықты етті, потому что мы там увидели реальные деньги. Кәдімгідей апта сайын ақша 75 мың теңге бір аптада түсті, одан кейін 120, одан кейін тағы бір ақшалар кетіп жатыр. Оны санап жатқан жоқпыз, тек мықты азартпен кеттік қой, продуктысын сатып. Міне Аллаға шүкір, Нұржанат ханым болсын, Гүлмира ханым, Раушан ханым, мен болайын да, осы жерде отырған төртеумізде автобонус, еще анау-мынау автобонус емес, 12,5 миллион теңге компания бергені, оны біз 24 миллион, міне Гүлмира ханым 33 миллионға 2 автобонус алып отыр. Қызы қазір Алматыда студентка, қызым көлік мініп жүр. Бәріміз керемет автокөлік алып алдық, егеріміз, автобонус егеріміз. Міне бір жыл 3 ай дегенде ма, немді квартирамды ауыстырдым. То есть менен жаңағы көне үйде тұрдым, енді қазір жаңағы элитный үйден жаңағы паркинг бар, подземный паркинг, машинам тұр сол жерде, чайнап, Аллаға шүкір. Екінші машинам оның алдында тұрған, ол да тұр. Оны да сатып үлгеріп жатқан жоқпыз, әрбір жерге салып қойдық. Но айтайын дегенім, бұл компанияда шынымен де ақша бар. Бізде енді көбісі қорқады жасауға. Мен бұлай айта алмаймын, мен сетевой десе адам шақыру керек қой дейді. Енді кез келген жерде әрекет жасау керек қой. Бір таңертең 9-дан кешкі 6-ға дейін все равно сен жұмыс жасайсың, тек отырмайсың, жұмыс істейсің, шаршайсың, ұйқың қанбайды, баратын жеріңе бара алмайсың. Мына сетевойда Аллаға шүкір телефоның бар. Қазір міне мына телефон ғой, бәрін жасайды. Телефонмен ақпарат жібересің жан-жаққа, жаңағы керек адаммен барып кездесесің. В общем, дым қиындығы жоқ. Бірақ көптеген адамдар жаңағы 200 мың саламда, ар жағында өзі келеді деп ойлайды. Ондай болмайды ғой. Бұл хотя бы күніне бір 2-3 сағат маған арна, екеуміз кездесейік, мен сені үйретейін, қалай жасау керек. Сөйтіп жасап кеткен адамдар реально ақша көріп жатыр ғой. Бұл жерде деген ең бастысы бизнес жасты алғамайды. Жастар да қосылып жатыр. Үлкен кісілерде пенсияға өздеріне дополнительно ақша тауып жүр ғой. Майра Келімтаева 82 жаста. Вот, пожалуйста. 82 жаста автобус алып отыр. Шымкенттен да, Шымкент қаласынан. Айтпайсың 80-де, 82-де деп. Мына магний действительно адамды жасартады екен. Кеше Алматының офисінде болдық, 77-де 2 айдан кейін 78-ге толған еді. Мынандай қысқа көйлек киіп алған, мынандай маечка, аяғында мынандай шпилька. Сол шығып результатын айтып тұр ғой. Аяғымды баса алмай қалдым дейді. Мына магнийді ішкеннен кейін кәдімгі приседание істеп сөйтіп көрсетіп тұр, прям аяғым баса алмайтын еді. Ана сейчас приседание делает. Біздің көзімізше приседать етіп көрсетіп тұр да. Мен ойладым, бір 62-63-ге толған апай шығар десем, 78-ге толам дейді. Вот керемет. Сіздерде 18-де қыздар сияқты болып тұрсыздар бүгін. Рашыл. Магнийдің арқасы да. Магнийдің арқасы. Бұл жерде енді Айнагүл апа жаңа жақсы айтты.
адамның өзінің қолында ғой. Кез келген нәрсені жасау адамның өзінің қолында. Бір мақсат қойса, сол мақсатқа жету негізінде жеңіл, бірақ адамдар сол қиындатады ғой. өздері қиындатады. Басында таракан дейді ғой жаңағыдай. Негатив жинап алады да, ой, кімге айтамын мен оны, адам жоқ айтатын дейді. Неше түрлі сылтау табылады ғой. Енді барлықтарыңызға бір сұрақ қояйын. Осы желілік маркетинг саласына келдіңіздер ғой. Осы желілік маркетинг саласында біраз енді опыттарыңыз бар. Қанша адаммен жұмыс жасадыңыздар, қаншама адаммен сөйлестіңіздер, бір қызықты бір оқиға болса. Кімге ресейде? Қызықты бір оқиға. Енді адаммен жұмыс жасау оңай емес қой енді. Неше түрлі ситуация кездеседі ғой соның ішінде. Бізде оқиғалар өте керек. Біздің өміріміз көңілді ғой шындап келгенде. Біз қазір боспыз да, не істегіміз келеді. Қазір бір нәрсе істегіміз келеді ма командаға. Команда біз бетектеп айтсақ, біздің командамызға Клеймін Айнаханынан шықты, врач апайлар пенсияға шыққан. Үлкен біз демейді, атып шығады бізбен бірге. Сөйтіп тимбилдингті көрдің ғой, биле десең билейді, секір десең секіреді. Жалпы біз осы бизнесті ең бірінші бастап жатқанда осындай мүмкіншілікті көрдік қой. Енді бәріміз де солай, келмеймін деп. Мен өзім Нұржан ханымға бір ай келмей жүрдім. Жоқ, мен жасамаймын, сетевой жасамаймын деп. Түсінгенде, бизнесті көргенде мен как бизнес қабылдадым да. Ой, мен мына айфон аласын, путевка, машина дегенде естегенде мен сразу шешім қабылдадым. Айнагүл ханым айтып отыр ғой. Мен спонсорым ғой енді бұрынғы бизнесте. Маған ақыл айтып қойды ғой, алып тастана, не қойып қойбатсың дейді. Мен білмеймін ештеңе, мен деген жасай беремін деп. Біздер бәріміз сөйтті, ешкімді күткен жоқпыз, жасай бердік, команда жинап. Соны Нұржан ханым үшеуміз жаңағы Мартукке баратын болдық та, бір мықтыға сетевикке баратын болдық. Жеме-жем келген Нұржан ханым шықпай қалды, ауырып қалды қапелімде. Айнагүл екеуміз кетіп барады, Айнагүлдің машинасы, өзіміз ештеңе білмейміз. Нұржан ханымға сеніп алғанбыз ғой, енді біз үшін сетевой бизнес деген жалпы күшті ғой. Спонсор ең бірінші. Өзіміз ештеңе білмейміз. Содан Нұржан ханымға сетевой бизнес жалпы солай, өзің ештеңе білмей-ақ қой, просто тәуекел ет та спонсорға сен үшін спонсор сөйлейді. Соны айтып еткізе алмаймыз ғой. Сөйтіп Нұржан ханым шықпай қалды ғой. Не істейміз? Айнагүл ханым бар, мен бар, менің личныйым бар, Бақытгүл бар ғой. Келатыр, не істейміз енді еще деген сетевикке жіберіп тұр да, ана директор школ, сетевик, со стажем соған барып ақпарат беріңдер дейді. Содан айна састы бейді. Істейміз дейді. Содан машинаға нені қосып қойдық, барғанша компания тура ақпарат немен сайт тыңдап жатыр. Бардық, сосын звондады Айнагүл ханым, сосын айтты, мен келдім, қазір келем деді. Каникулдың уақыты ғой. Школ бос, кірдік. Содан Айнагүл отырып алып, мен қасымда тұрып, маркетинг айтып жатыр. Жоқ, ол айтады, біз ана магний күштікені білеміз ғой. Магний күштік сөйтіп жоқ дейді, маған маркетинг сіз көрсетіңдер дейді. Бизнес айтыңдар деді да. Ол опыты бар сетевик болса. Маған бизнес айтыңдар деді. Содан сөйтеге дейді ғой. Қыздар, что-то сендер маған ерте келіп қалған сияқтысыңдар дейді. Действительно ерте барып тұрық қой, өзіміз әлі ештеңе білмейміз. Сетевикке барып тұрық та, все равно қара қорықпай, біз әуе кетіп барып тұрық. Ничего, шығып кеттік, Айнагүл ренжіп жатыр, босқа келдік, жаңа біліп алу. Мен айтамын, Айнагүл, главный біз өзіміздің жасадық. Главный біз әрекет еттік, келдік, ничего тыңдағылмайды деп. Міне Аллаға шүкір, біз бір машина мініп алдық, ол әлі сол орында отыр ғой. Мысалға дұрыс па? Әрекет жасаған біз әрекет жасадық. Біз өзімізді істедік. Раушан ханымның күшті бар ғой. Сделай свой 50, қалған Алла тағала істейді деймін ба? Әсел Сыдықованың сабағы ғой, мен соның тренингінде болдым сонда. Просто ең маған сол сабағынан қалғаны, кәдімгі неге жазып тұр көрсе, ты делай свой 50, остальное делает Всевышний деген да. Соңғы өмірінде тапсырып тастайсың, айтады. Сіздер мысалы әрекет жасап бардыңдар ғой, болды сіздер 50%-тарын жасадың, қалған Аллах көреді деп айтады. Молодец, сендерге бұл адамнан болмаса да басқа жақтан уже болып жатады. Просто әрекет тоқтатпау керек қой, әрекет жасай бересің. Сен көбісі ойлайды да, мен ошибка жасамай, ешқандай қателік жасамай, тек ровно жүремін дейді. Ол дейтін қателіксіз мүлдем болмайды. Лучше қателік жасап барған жақсы, қателіксіз жасап ровно барам десең, артқа шегініп кетесің. Мысалы, сіздің шақырған адамыңыз қазір бар ма сол? Барған адамыңыз жоқ та, мысалы, көбісі айтқан адамдарымыз. Олар просто әрекет жасағысы келмейді, жаңа 50% кішкентай шаг жасағысы келмейді. Қазір уақытта да мысалы партнерларымызға айтамыз ғой, сен тіпті дымда істегің келмесе де, сен мынандай шамалы статус жасап тұрсың да, сен просто офисқа келіп кетші, болды, кел, ешкімді әкелмей. Көбісі айтады, менің партнерларым келмейді, мен не істеймін дейді. Мен айтамын, сен өзің жоқсың, сен партнерлар қайда келеді? Иногда мен өзім ойлаймын да, ты делай свой 50 дегенде мен өзім күнде жасаймын да. Мен сосын айтады ғой, не ожидайте
получишь разочарование дейді. Мысалы, ох, мен бүгін келеді, мынау осы бизнесте болады, осы мен директор қалады десең, ол болмаса просто міндетті түрде разочарование болады. Сол үшін мен өзіме тоже соны қойып қойдым да, мен никогда даже мен қазіргі уақытта өзімнің лидерлерімде ештеңе күтпеймін. Мысалы, кез келген уақытта адам направлениесін өзгертуі мүмкін. Бұл бизнес деген жерлік, бұл не ғой? Свобода ғой. Сондықтан да еркіндік болғасын, ешкімнің тағдырын олай нетуге болмайды да. Біреулер әртүрлі жолға түсіп, әртүрлі басқа жерде бұрылып жатырады ғой. Мен өз командамда айтамын, өзің білесің, шешім қабылдайтын әр адам өзінің тағдыры деп. Бірақ сол жерде айтатын, әрқашанда өзіңнің тек 50% жұмысыңды істеші, болды. Дымда істемей қойыңдаршы, 50% істеші. Просто офиске барып кел, или просто кітап ал да оқы, или просто үйінде балаңа оқып жібер, болды. Соның өзі 50% болып есептеледі. Мен көбіне өзім мысалға осы 50%-імді өзім істеп отыру үшін всегда таңертең шыққан кезде ойлаймын, так, бүгін офиске барамын, просто чатқа жазамын да, айтамын, мен офисте боламын, келіңдер деймін болады. Бірақ ішімнен күтпеймін. Ішімнен айтамын, келмей қойса екен ешкім деймін. Потому что мен бұл жерде желік бизнесте тез даму үшін сен көп оқуың керек, өзіңнің над собой жұмыс керек, өзіңнің армандарың бар, жазатын жаңа дұғаларың бар, оқитын кітаптарың бар, істейтін нелерің бар ғой, оның бәрін істейтін бізде уақыт жоқ. Сондықтан да ойлайсың, мен өзімнің 50% жұмысымды істедім, мен яғни командаға айттым, олар келмесе, это ихняя работа, да, ихняя забота. Мен я делала свой 50, остальное Аллах делает, мен просто өзім дайындалайын деп тап сөйтіп кітаптарымды, тетрадтарым, өзімнің бір сумкам бар, бәрін дайындап алып келемін. Мынаны блокноттарым, оқитын кітаптарымды алып келіп кіріп жатсаң, дәл сол ожидать етпегенде келіп жатырады ғой. Сол күні кешке дейін командамен жұмыс жасайсың да. Сол үшін вообще менің өзімнің советім, просто ты делай и не ожидай командадан. Соны негізінде вообще жақсы да, бұл жаңағы оқиға дегеннен шығады да. Біз енді Гүлмира ханым, Айна ханым үшеуміз бастадық қой бұл бизнесті. Ол кезде офис жоқ қалада. Біздің үйде жиналамыз. Енді біз Гүлмира ханым екеуміз бір ауданда тұрамыз. Машинасымен Айна келеді. Мен де адам көп деймін да, отыра беремін. Сол адам көптен шығады ғой. Біз мартөпке бара жатырмыз, адам берші дегеннен осылай жаңа бір оқиға шығып тұр да. Негізінде жаңа айтып кеттім ғой, үлкен стажым болғаннан кейін менде көп кездесті ондай оқиғалар. Даже мына әдемі өзіңді дайындап, әдемі міне уже келдім деген кезде ол адам келмей алған жағдайда да болды. Ол уақытта да кішкене біртүрлі болып қалған сезімдер де болды да, бірақ артынан ойлайсың, бұның бәрі сенің өсуің деп қабылдадым да. Даже мен бүгін ғана, енді біздер акцияның бүгін 3-ші күні ғой да, бұл да бір оқиға. Осы бизнесті бастап жатқан кезде осы бір адамға айту керек деп, сол сіздермен бірге бастаған кезде бір адамды ойлап қойғанмын. Бірақ үй арасында үй жоқ, соған бармадым. Бірақ бүгін бардым. Как будто сол кісі мені күтіп тұрғандай бүгін шешім қабылдады. Хотя осы уақытқа дейін ешкім оған айтып та үлгермеген, естіп та үлгермеген, бұның бизнес екенінде жалпы естіп үлгермеген да. Сонда қара, мен сол уақытта программа былай қарағанда да, өзімнің установкам ба, программам ба, осы кісіге мысалы Гүлмираға қалай жеткіздім, точно так же осы кісіге де айтып жеткізу немесе бөлісу керекпін деген менің ойым. Хотя бір жыл, бірнеше айдан кейін сол кісіге барып тұрмын ғой. Бүгін сол результативный болды. Соған бүгін сделка жасадық, үй пакетпен кірді. Өзі айтады ғой, бұндай мен кеше оны садақада көріп контактісін алып, мысалы үй арасында үй болмаса да, мысалы барып кіріп шығып айта салуыма болады ғой. Сонда как будто мені күтіп тұрған сияқты, сол ойымның жүзеге асуы, сол ойымды күтіп тұрған сияқты, сол ойымның жүзеге асуына вот осындай да. Сол айтқым келгені жаңа жалпы негізінде мен осы бизнеске келгенде, именно Дандилайнға келгенде, енді айтып отырмын ғой, жаңағыдай тәжірибелі болғанмен 10 жыл, 15 жыл тәжірибем болса да, алғашқы бастаған уақыттарымда, мысалы осындай жаңағыдай келем деген адамның келмей қалған кездегі, немесе өзімнің білімнің аздығы, жаңағыдай тәжірибемнің аздығына, мысалы мен даже алғашқы уақытта мен мысалы адамды жазып қолымнан келмеген, жазуға мен білім жетпеген да. Артынан мысалы өзімді дамыта келе, қалай шақыру керек, қалай адаммен коммуницировать ету керек, отношенияны қалай құру керек, содан кейін сату керек дегенді мен содан кейін түсініп бастағаннан кейін, қазір Дандилайнға келгенде мен басқа бағытпен, басқа, то есть қолданып бастадым деп айтқым келеді да. Сондықтан сонда мен өзімді Дандилайнға келгенде первую очередь
Раушан ханым айтып отыр ғой, мен өзіме жұмыстанып, өзімді кітап оқыдым, бизнеске дайындадым деп отыр. Сол сияқты мен өзімнің ойыммен жұмыстандым деп айтқым келеді да. Мен ойымды сол положительный, адам болмаса да адам менде көп, чегім аз болса да чегім көп дегенді мен постоянно сондай оймен сөйлеп бастадым. Сондай сөздерді пайдаланып бастадым. Ой өзгерсе өмір өзгереді. Иә, ой өзгерсе өмір өзгеретінін түсіндік та. Ойын өзгерді. Сондай оқиғаларда бұның өзі керемет оқиға, действительно мені как будто күтіп тұрғандай, осыдан айтам деп кеткен адам бүгін айтып, бүгін жазғанда өзім прям. Мана опа, сізде қандай оқиға бар? Қысқа нұсқа күшті Бізде оқиға оқиға жетеді. Бізде в основном жаңағы жақында естідім, жаңағы сумасшедшие действия надо совершать деп, да. Действительно, вот басында енді көбісі жаңағы продуктын жүрдік, саттық, жаңағы сосын жан-жағымызда вышестоящий спонсорларымыз iPhone алып атады. Көрдік қой, ол уақытта бізге даже iPhone, мына 600 000 теңге iPhone сатып алуға береді ғой. Сол для нас было это такое достижение, иә, мықты арман болды ғой. Сол уақытта Атырауда біздің жаңа вышестоящий спонсорымыз Айдын мырза советник статусын жауып, сол iPhone-ын алып жатыр. Астанадан вышестоящийлар келіп жатыр, оған iPhone-ды алып келіп сахнада береді. Сонда декабрь айы ма? Декабрь айы соғымның кезі. Содан үшеуміз отырып, не істейміз, как всегда Нұржан ханымның үйінде. Сосын алдым, короче, давайте ертең Атырауға барып қайтайық, көріп қайтайық iPhone-ды деп ше, жаңа сенбейміз ғой әлі. iPhone-ды қарап қайтайық деп. Содан не керек? Таңертең 5-те келемін дедім. Сосын 4:30-да тұрдым, тез киініп алдым, завтрагымды ішіп алдым да машинаға заттарды салдым да екеуін барып юго-западтан. Я выезжаю, выходим деп, выходим деген мен бір сөзім бар. Выходим деп екеуі де атып шығып мініп алды. Тайдық. Боран басталды. Жаман тайғақ. Гололед страшный. Жеттік, бірақ сағат 2-де ма? 2-де ма? 3-те ма басталады. Не, жаңағы семинар. Соған кіріп бардық үшеуміз. Атыраулықтардың көздері былай. Сендер қалай келдіңдер? Машинамен келдік. Нешеге шықтың? 5-те шықтық. Сендерді пропустили. А там уже не деп жауып жатырды ше. А біз өтіп кеттік, успели проскочить. Содан барып тұрсақ, сонда көбісі бізге таңғалған. Негізі көп адамға мотивация болды. Көп адамға, иә. Атыраудың көбісіне. Ақтөбеден келіп тұр дейді, Ақтөбеден келіп тұр, а көбісі Атыраудың ішінен офиске жете алмай отыр. Непогода деп барып тұр ғой. Сылтау ғой енді. Иә, сонда біз жаңа сол жерде қазіргі президент қолынан букет алып, сол уақытта айтты ғой, мен сіздерге сенемін. Сіздер действительно ертең деген үлкен осы нелер статустарды жабасыңдар, осы статустарды жабасын, iPhone аласың деп, ол уақытта деген iPhone-ға мықты жаңа кәдімгідей мұқтаж болды. Қанша қолымызда iPhone жүрді, иә? iPhone 13 Pro Max болды ғой. Бизнесмен ғой енді, iPhone бар, бірақ ол кредитте ғой. Подарок алған басқа ғой. Мынаны бесплатно алғасын вообще бізге қызық болды. Сонда келатыр, Гүлмираның жолдасы соғым алып қойған, соғым сойып, ол жынданып жатыр мына жақтан. Сондай талай нелер болды. Әйтеуір Аллаға шүкір, жолымыз деген всегда болып, осылай барған жерімізге әйтеуір нақты пунктадан пункт баға жетіп, әйтеуір соны бәрі әрекеттің арқасында. Әлі күнге дейін өсектің ауыстақ. Былай қарасаң, әрекеттің түбі берекет дейді. Шынымен де міне бәріне де шаршамай айтып жүріп, әлі күнге дейін әрекет жасаңыз, жаңа Раушан ханым айтқандай, хотя бы офиске кел, кітабыңды алып кел, список жазайық, спискке хотя бы бір 5 адамға звондашы деген сияқты әрекет. Көп адам қорқады да, смелости не хватает, бұл жерде шынымен де смелый болу керек. Даже ошибаться, ол тоже хороший поступок, да. Көбісі жаңағы отказ алады, ошибка жасайды, бірақ қорқып қалады да. Қайтып қалады ғой. Қорқып қалады да, и назад 2 шага делает. И сосын келесі жақтан уже дірілдеп тұрады да, қорқып. Соның бәрін өтіп кету керек да. Өтіп кету, смело, со смехом, прям, знаете, это тоже хороший урок. Ол да бір шаруа ошибаться. А так, просто так сен деген жетістікке жеткім дейсің ғой. Керемет. Москвадағы миграционсызда ол да бір өз алдына оқиға. Былтыр семинарға барғанда. Иә, гостиницаға орналасақ десек, орналастырмайды, еще бізге штраф әрқайсысына 2 миллионнан дейді ғой. Миграционсыз өтіп кеткенбіз, иә. Ол да бір оқиға. Хорошо, что біздің әйтеуір партнеріміздің баласы студент, Москвада оқиды. Бізге даже элитный дом ЖК-дан кәдімгіше өте арзан, өте таза, ашық, әдемі
квартира тауып берді ғой. Стоимость гостиницасын, например, 2 есе қымбат. Біздің қағазымыз болған жоқ, бізді өткізген жоқ, бізде паника болған жоқ, бірақ бізге шаңдар деп қояды ғой еще. Негізі сетевиктер жаңағы ситуациядан күшті шығады ғой негізі. Әр ситуация, әр қайсымызға өсу несін беріп тұр да, өсу да бізде. Бұның бәрі просто жалпы Алла тағала өзі тәуекелшілерді жақсы көреді ғой. Біз сетевой бизнесте тәуекелші адамдар келіп жатыр ғой, шындап келгенде. Неге тәуекел етпеске, егер жолың бәрі дайын тұрса, маркетинг дайын тұр, бәрі дайын ғой енді андалайн компаниясында. А точкаде Б точкаң дайын тұр сенің. От статус менеджера до президента. Уже мына кісілер консул, біз бұйырса консул болады. Одан кейін президент, амбассадор, одан кейін президент. Бәрі дайын тұр. Сен президентке секіріп кетемін тұрсың. Мен сразу президент болды. Әрине ол адамның өзін айтып тұрып. Кешегінің өзінде Москвада болды екінші семинар Москвада, например, да. Қаншама адам ойбай, Москвада дрон ұшып жатқан көрінеді деп қорқып қалғанда біз тәуекел етіп кеттік. Ештеме де болған жоқ. Мен кәдімгі айтамын, бір Алла тағаласы бүйтіп жолымыздың бәрін ашып қойған ғой. Бізге не керек болды, алдымызда тұр. Таможняда машина жоқ қой, қайтып кеткен 4-ақ машина. Менің балам өзі звондап жатыр, мама, пойызбен келіңдер, таможняда тұрасыңдар, 2 күн тұрып қаласыңдар дейді да. Мен туған күнім. Бірі ертеңіне туған күнім, 30 күні сағат 9-да шықтық. Келсек, как будто бізді күтіп тұрған сияқты, алдымызда 4-ақ машина бар. Адам жоқ ішінде. Мен даже балам мен күйеуім шок болды ғой. Мен келдім, Ақтөбе күтіп алыңдар десем, уже келдің ба? 3,5 сағатта келіп болдық мысалы. Тұрған жоқпыз. Сондықтан бір Аллаға тәуекел етіп бастау керек деп. Керемет. Негізінде бұл жерде шешім да. Бірінші ойыңды жүзеге асырдың ба? Все. Алла тек жолыңды аша береді. Бұл жерде дейтін оқудың да Нұржанат несі бар ғой, көп көмегі бар. Негізі ең бірінші мына осындай үлкен сетевойда желілік бизнесте үлкен нәтижеге шығу үшін мысалы ең бірінші жаңа келген нелерден хотя бы бір кітап оқыды ма соны сұрау керек та. Элементарный Вавилонды оқыды ма екен, соны жаңа қалай жаңа қаржылық несі бар ма, әлде сеттің құлаған кезде қайта тұра алатын жаңа көп нелер бар ма, соны оқыды ма оқымады ма, соны білген дұрыс деп ойлаймын да. Потому что мысалы мүлдем кітап оқымайтын, мүлдем жаңа семинар тренинг көрмеген, жаңағы көп негатив бар партнерлармен көп уақыт жұмыс жасау керек болады да. Мен өзім тактикамда, мен мысалға менде метод орошение дейтін бар да, метод полив дейді да. Бизнеске келгенде ең бірінші тоже осы білімнен алған нем, өзің егер тез жетістікке жеткің келсе, наставникті пайдалануың керек, жоғарғы. Солардың қасында болып, солармен қонып, солармен жүріп, солармен пока бір айға шейін өзің осының саласына өзің кіріп алуың керек та гаммаға. Содан кейін ананы тартасың деп. Мен ең бірінші действительно бірінші осы келген кезде өзіме уверенный болу үшін, жаңа айттым ғой, бір айдан кейін бастадым саяхаттан келгеннен. Сол кезде мен Аманай мырзамен, жаңа Әлия ханым, жоғарғы спонсорлармен, солармен шықтым. Ештеңе айтпаймын, тек адамдарды әкеп берем. Айтып жатқанда бүйтіп тыңдап отырам. Потому что ол оны да маған үйретті. Сен элементарный алдыңа келейін тұрып, үлкен жетістікке жетейін тұрған мысалы, Нұржанат сияқты адам келіп тұрып, мен жеткізе алмасам, жаңа мен ошибка. Ол болды, бұл адам ертең сен қасыңда келіп сенімен бірге консул болып отыруы мүмкін. Яғни сен пышағыңды қайрап алып бармай, лучше бармай қойған жақсы. Лучше сен білетін адаммен бірге барың керек. Мен сол өзімнің осылай тез нәтиже жасағанын мен бірінші наставниктерді пайдаландым, сосын уақытымды жіберген жоқ. Мен күні-түні оқыдым, күні-түні осы саланың барлық несіне өзімнің фокусымды салдым да. Вообще фокус деген зат күшті зат негізі. Ештеңе алаңдамайсыз. Кім не айтып жатыр, басқа жерде мүлдем. Және де үшінші нем бар, мен егер бір затты істейтін болсам, осы бизнеске келгенде мен өзіме армия деген нені алып алдым да. Жаңа 1 жыл армияға шығу керек. Семьяңнан, егер сен әйел адам болып тұрсаң да, отбасыңнан сұранып, мен 1 жыл армиядамын. Яғни, енді үйде келініміз бәрі бар ғой, енді бар жағдай жасап жатқасын. Мен айттым, мені ештеңе қозғамайсыңдар, менен ақша сұрамайсыңдар. Мен бұл үйдің коммуналкасы ештеңесіне араласпаймын, ештеңе не қылмаймын. Баратын жерлерге барып, бірге бармайтын болсаң, беріп жібересің ғой, кәсіпкер болып. Мен армиядамын. Мен таңертең келем, таңертең тұрам ұйқыдан, жуынам, тамағымды ішемін, мен шығып кетемін. Сұрамаймын да, сендерден мен де сұрамаңдар деймін ғой. Таңертең шығып кетемін, мен айтамын, кешке сағат 9-10-да келем. Болды, армия. Қонуға келем деймін. И действительно, үйдейтін комфортный зонаға, сен комфортный зонадан шығып кетуің керек та. Сол кезде дискомфорт жасап, өзіңнің офиске бармасаң да
жаңағы қиындыққа барып адамдарға айтып отказ алғанның өзі, возражениемен жұмыс жасағанның өзі, ол дейтін каждый сені қайрай береді ғой мысалға егер білімің болмаса үлкен тоже жаңа неде үлкен дупта мысалға не бар притча бар да, 1 ай ма 2 ай ма ананы балтамен шабады да құлатқысы келіп құламайды, ана бүйтіп мүжіледі мынау шаршап құлай береді, анау неткісі келмейді, ананы алғысы келеді. Сосын ойланады да осознание келеді да, айтады мен мына неге балтамды қайрап алмаймын дейді да. Содан алады да 2 күн отырып жаңағы дуптыққа жақындамай қайрайды. 2 күн емес айтып 1 жеті ма, содан кейін аны қайраған кезде анау дейтін 2 күнде құлап тастайды ғой. Сонда білімнің керектігі ғой. Мысалы көп жерлерде біздердің выручать ететін біздің оқығандығымыз. Сондықтан да мен қазіргі уақытта мен өзім кітаптарды нелерді оқысын, тренинг десе, семинар десе көп қалмайтын болды. Мен осы бизнеске келгенше әйтеуір қай жерде тренинг болады бәріне қатыстым, қай жерде сабақ болып жатыр, онлайн сабақтар болса барлығына қатыстым. Соның бәрі тағы да айтатыным, мысалы тыңдап отқан адамдарға не болсын дегенім ғой, не болу керек және әрекет. Кез келген миллионер, триллионерлердің сұраған кезде мысалы қысқаша айтыңызшы, сіз табысқа шығу жолыңыздың бір-ақ сөзбен айтыңызшы дегенде айтады, әрекет дейді, болды. Ол білім де емес, сенің жаңағы біліктілігің де емес, ештеңе, ол сенің дополнительный багажың болады да, но сенің қазір әрекетің. Біздер мысалы консул статусында жүрсек те, қазір біз әлі күнге шейін командамен жүріп, әлі күнге шейін күнде жүреміз. Неге? Өйткені мы делаем свой 50. Біз өзіміздің статусымыздың жұмысын жасап жатырмыз да, қалған адамдар команда істесін, біз істемейміз деген ой болмайды ғой. Сол үшін бірге жүрсең, өзің алда жүрсең, значит команда істейді. Істемесең, істемейді деген сөз ғой. Күшті айттыңыз. Қызықты әңгіме болсын. Осы студияға келер кезде не айтамыз деп отырмын. Ашылғаннан кейін айтатын көп. Айтатын зат көп бізде. Енді мына подкаст біздікі болғанымен мына жер студия біреудікі деп па? Әрмен қарай сұрағымды жалғастырайын. Енді сіздерге общий сұрақ қояйын барлықтарыңызға. Осы енді сіздер де сетевой компанияға жаңағы желілік маркетинг саласында ештеңе білмей келдіңіздер ғой сіздер де. Иә. Сол сияқты сіздер сияқты енді келіп жатқан жалпы Dandelion компаниясына болсын, жалпы осы желілік маркетинг саласына енді келіп жатқан адамдарға бір 30 секундтың ішінде не айтасыздар? Жанат ханым, сіз бастасаңыз. Тез. Менде сұрақтарым бітіру. Енді жаңадан келген серіктестерге біріншіден күмәндануға, жаңағы шешім қабылдамауға, мысалы асықпаңыз дегім келеді да, шешім қабылдап үйреніңіз дегім келеді. Жаңағы біліп алыңыз, біліп алғаннан кейін шешім қабылдаңыз деп айтқым келеді. Шешім қабылдадыңыз ба, әрекеттеніңіз деп айтқым келеді. Әрекеттеніңіз кіммен? Жаңағы Раушан ханым айтып отыр, ол наставникпен деп та. То есть көшбасшыңызбен неде болсаңыз, байланыста болатын болсаңыз, қарым-қатынаста, то есть сол кісімен әрекетіңіз бірге болатын болса, сіз жетістікке жетесіз. Сондықтан жаңа келген адамдарға шешім қабылдауға көрсеткіміз келеді. Бұл жерде нәтижеміз болғандықтан, бөліскенімізді ойға ортаға салғандықтан біз олардан тек шешім қабылдауға біз себепкер болу керекпіз ғой. Өйткені бұл жерде сапалы өнім, жомарт маркетинг бар. Керемет. Гүлмира ханым, сіз не айтасыз? Әрине, мен өзімді айтар едім, любой адам кез келген мамандықты алып кете алады ғой. Просто адамдар жаңағыдай да, бір мамандыққа отырып алады да, 40 жыл мұғалім болдым, 40 жыл жаңағы врач болдым деп айтып жатыр ғой. А на самом деле адам өмірі өз қолында. Мен өзім сетевойға ештеме білмей келдім, бірақ жаңағы сетевойда керемет мүмкіншіліктерді көргенде мен де сразу өз-өзіммен жұмыс істеп бастадым. Менің жеткен жетістігім мен семинардан қалған жоқпын. Қай жерде семинар болып жатыр, Ақтау болсын, Алматы болсын, Астана болсын, мен қалған жоқпын. Сол каждый семинардан алған білімім менің. Мен шынымды айтамын, енді бизнесмен болғаннан кейін бізде кітап оқып, өз-өзіңмен жұмыс істейтін уақыт жоқ қой. Өйтіп көргенім жоқ. Кеше де бір айтады ғой, егер сен кітап оқығанда сен сразу президент болып кететін едің. Сен егер мен құсап түнімен ұйықтамағанда оқитын едің, значит ұйықтайтын болсың. Бізде даже ұйықтайтын уақыт болған жоқ, шынымды айтсам, бизнесте деген. Новый годта біз үйімізде қарсылап көрмеген адамбыз, потому что 12-ге шейін продавец тұрады да, 12-ден 3-ге дейін дүкенде өзіміз тұрамыз. Неге? Себебі біз сол жаңа жылға дайындаламыз, бүткіл жаңа бар ақшамыз салып, магазин толтырып қоямыз, енді шығару керекпіз. Продажа 200 жыл өседі ғой, мейрам болғасын. Сондықтан біз өзіміз, жолдасымыз екеуміз барып, сағат 3-ге дейін өзіміз тұрамыз. Мына жерге келдім да, мен мына мүмкіншілікті көргенде, шынымды айтайын, кітаяқ ақшамен миллион табуға болатын мүмкіншілікті көргенде, мен тек өз-өзім тек семинардан алғаным жоқ. Кеше Москваға мен 2-ші рет барып келіп тұрмын мысалға. Сондықтан айтам,
кез келген адам жасай алады, адам жасағанды адам жасайды. Тек қана жаңағыдай жауапкершілікті алып, спонсордың уақытын алып, мен даже айтамын, спонсор секір десе, мен қалай секірейін демеу керек, неше рет секірейін деп сұрау керек. Вот сол кезде спонсордың айтқанын жасаған адам ол спонсордың дәрежесіне сразу жете алады. Керемет. Айнагүл ханым, сіз айтыңызшы. Жалпы енді иә, негізі жаңадан келіп жатқан жаңағы командамызға көптеген адамдар келіп жатыр. Енді кешеден бері бүгін уже 3-ші күн акция болып, көп новичоктар тіркеліп, енді қазір деген неден чаттардан көріп отыр қой. Негізі айтқым келетіні, әр адам өз тағдырының авторы ғой, негізі да. Қазіргі міне өтіп жатқан өмірі, қазіргі положениесі да, жаңағы көптеген адамдар даже жастары 50-ден кеткен, үйлері жоқ екен. Мына жерде үй алатын мүмкіншілігі бар, мен уже машина айтпаймын. Айтып, сол үйді көздейікші, 1 жылдың ішінде осы жерде үй алуға болады деп айтып жүрмін, енді определенный адамдарға айтып отырмын да. Өзің авторсың деймін да, бір жерге тоже тәуелді болып қалады, зона комфорта да. Хотя там немного зарабатывает. Былай қарасаң, 200 000 теңге жоқ. Бірақ таңертең 6-да келеді, кешкі 11-де келеді. Соған нетіп жүр, келісіп жүр ғой өмір бойы. Бірақ квартирасы жоқ. Жақын кезде уже қызын тұрмысқа берейін деп отыр. Мен айтым, сенде маған сетевой ұнамайды дейді еще. У тебя выбора нету. Выбор жоқ қой енді. Где, в каком месте, қандай салада саған үлкен 1 жылдың ішінде саған үй алып беремін деген адам бар ма, бастығың бар ма? Мен саған айтып тұрмын ғой. Мен айтқаным істейтін болсаң, мен саған қазір 1 жылдың ішінде керемет 30 миллион, 40 миллион тұратын үйді алуға болады. Сөйтіп бүгін міне шешім қабылдап тіркеліп жатыр. Сондықтан жауапкершілікті өзіне алу керек. Каждый адам не тіркелді ма, оны енді қарайды ғой, денсаулыққа келді ма, или же бизнесқа келді ма, жағдайымды дұрыстаймын, кредитімнен құтыламын, үй аламын, машина аламын деген адамдарға айтамыз да, пожалуйста, спонсорыңды тыңда. Гүлмира айтқандай, спонсор наставник не айтады, соны жаса. В принципе, ничего сложного нету. Главное, желание бешеный ұрып тұрса, мен жасаймын мына бизнесті. Мына Айна алды, Нұржанат алды, Раушан алды машинаны. Мен ол машина алғанша лучше 12,5 миллионға машина аламын да, ар жағынан квартира аламын деген сияқты. Можно же сделать. Сондықтан да, міне новичоктарға айтатын. Бұл жерде бәрі бар, денсаулық та бар. Главное, үй алмай жүресің ғой. Гордо басыңды көтеріп, кеше керемет бір проверкеден өттік. Өзім лично деген. Главный рольда ойнадым еще. Бәрі с достоинством алып шықтық. И прям бар ғой, мен кәдімгідей мықты такая гордая хожу за компанию, что буквально прям за считанные там часы все это решилось. Компания легальностін еще раз доказала. Законный, легальный. Қазір онда сұрақ қойым, соған айтасыз деп па? Мен камераға қарап тұрып айтайыншы. Енді келетін, сенбейтін, осы желілік бизнеске сенбейтін адамдарға айтқым келетін. Ең бірінші шақырған кезде мен тағы да жаңа оқуға байланысты ол барлығы да өзің уверенный болуың керек. 200% өзің партнерің шақыратын адамның алдына бару үшін сен дайындалып баруың керек. Мына энергияңмен уверенсің. Осы уақытқа шейін мысалы мен тап өзім шақырған адамның жазылмаған адам жоқ деп айта аламын. Мысалы жеке барсам да, барғанда, потому что мен өзімнің мысленно ожидать етпеймін шақыратын адам. Просто барам да, алдына уверенно барам да. Какая разница? Тіркелсе тіркелсін, тіркелмесе тіркелмесін, бірақ менің айту міндетім де сосын энергияңды көтеріп аласың ғой. Мен даже энергиям төмен болса, мен даже офиске де келмеймін. Мен өзім настроением болмаса нетпесе, энергия болмаса мүлдем айтудың қажеті жоқ. Келемді, уверенно келемді, алдыма отырғызып қоямын да, дайындалып, ожидать етіп, сол адамнан әуелі сұрап алам. Bir минут сөйлетіп алам. Оған шейін өзім дайындалып, өзімнің мыслім дайындап қоямын да, содан кейін өзім сөйлеймін де айтам да, осындай, сен менің жетістігімді көріп жатсың, сен мен қалай келгенімді, денсаулықпен қалай келгенімді, қазір қандай жағдайда келгенімді, сен маған сенесің ба деп болды. Просто сен маған сенесің ба, мен айтпай тұрып, ештеңе саған айтпай тұрып, сен маған сенесің ба, сенбейсің ба, соны білгім келеді деп алып алам. Сенем дегенін алып алам да, сенесің ба, мені 3 минут тыңдайсың ба, мен білем сенің уақытың жоқтығын, бірақ сен мені 3 минут уақытыңды алам, тыңдайсың ба деймін. Тыңдаймын дейді, болды 3 минут, одан кейін алам да, жазамды айтам. Ол 3 минутым 30 минутқа созып кетеді ғой. Ол уже білмейді, кіріп кетеді. Өйткені мен оны ожидать еткізгенде 3 минутқа дайындадым оны. Ары қарай 5 минут кетті. Тағайшы деп тұрмын. Уже асып отқан адам аспай қалады. Аспай бүйтіп. Сондықтан да ең важны адам шақыруда алдыңа келген адамды промах жасамай
келіп уверенность сендіру үшін өзіңнің энергияң мықты болу керек. Энергия, сосын уверенность болу керек. Және компания легальная, сен маған сенесің ба дегенді айту керек деп ойлаймын. Сенемін. сол сөзді қолданатын болып тұрсың ғой. Сен маған сенесің ба деймін да, сен менің тыңдауға. бір адам айтты. Раушан келді көз көгеріп дейді. Сен маған тыңдайсың ба деймін да, сен маған тыңдауға дайынсың ба, сен маған сенесің ба. Егер сенбесең, сенің уақытың болмайтын болса, 3 минут уақытың болмаса, онда просто уақытымызды алмай қояйық деймін да. Кете берейін онда деймін да, менде уақытым жоқ деймін. Мен мүлдем уақытым жоқ. Сосын ол сөйтіп психологически не жасаймын да, отырғаннан кейін сұрақ қоямын сосын. Давай, хороший метод. Техникада бар емес па? Орындықты ыңғайлы отырғызған шайынан ол шалқая отырғысы келмейді дейді. Орындықты өзіңе тартқан кез. 3 минут айтамын да, кетемін, мен уақытым жоқ деймін. 3-ақ минут. 3 минут тыңдамаймын десең, онда өзің біл деймін да. Болды. Сол жерде мен өзімнің уверенностьімді пайдаланамын, энергетикамды пайдаланамын. Сосын арманың бар ма деп сұраймын. Арманың бар ма? Вообще арманың орындалып жатыр ма деймін да. Ойбай, арман көп қой. Орындалғаны бар ма? Жоқ, орындалмай жатыр. Орындалмаса, мына жерде арман орындалады. Мақсатың. Сол үшін мен қазір айтатыным жаңадан келетіндерге, әлі күмәнданып жүргендерге болса, ең бірінші адам өзінің арманын тауып алу керек. Міндетті түрде арманын жазу керек. Арман картасын жасау керек. Мен 2 рет арман карта жасадым. 2 ретте жасаған арман картамның бәрі 100% орындалды. Осы Dandelion алдына келердің алдында басқа компаниядан болып $2,5 мың зарплата аламын дегенді 2 жыл бұрын жазып қойған екенмін. Оны тапсаған екенмін. Ол кезде ала алмай жүрдім. Мен сол міндетті орындалған 2 жылдан кейін бір күні бүйтіп шкафтың артынан ауыстырайын қарап қалсам, үлкен плакатқа $2,5 мың зарплата деп жазып қойғанмын ғой. Дәл сол кезде сол компаниядан $2,5 мың зарплатына шықтым да. Шок болдым ғой, анау өзім түсінбей қалдым да, қалай отырсыз. Содан кейін резко алдым да, тек арман картасын бастап жаздым. Арман картасына айтады ғой, армандасаңдар нереальный, қолың жетпейтін, недостижимый цельдеріңді, армандарыңды жазыңдар дейді. Мен алдымда коттедж, пентхаус, Геленваген машина, коуч болып, красная дорожка, бір айда 4 рет 5 рет путешествие бәрін салып қойғанмын. Осы жақында қарасам, армандағым даже элементарно алатын сақина машин алыппын да, Таиландқа барғанда. Мен білмеймін, ол арман картада тұрған білмеймін, бірақ сол сақинаны Таиландтан сатып алыппын да, үйге келіп арман картасын қарасам, сол карта. Представляете, арман орындалады. Арман карта жасау керек, және өзіңнің уақытыңды дисциплинаға, тәртіпке салу керек. Тәртіп болмаса ештеңе де орындалмайды. Керемет, әдемі. Сіздерден күшті жауап алдым. Енді бізде аз ғана уақыт қалды. Өте аз уақыт қалды. Бірақ күшті сұрағым қалды менің. Осы Dandelion компаниясын не үшін таңдадыңыздар? Осы Dandelionмен қарсы жаңағыдай текетіресіп жүріп жатқан компаниялар көп қой қазір. Таңдайтын болсақ, әркімнің өзінің еркінде, қандай салада істесе де. Желілік маркетинг саласында негізінде өте керемет продукциялар көп. Дұрыс айтасыз. Денсаулыққа болсын, ол жаңағы бытовой болсын, бас жуатын шампунь сататын болсын, керемет компаниялар көп. Бірақ неге сіз осы Dandelion компаниясын таңдадыңыз деген сұрақ бұл жерде. Бір ғана сөзбен айтып беріңізші. Мен айтып жіберейінші. Бір сөз. Dandelion компаниясының легальность, табыс көзі бар, және тыныш ұйқы. Болды. Нұржан ханым, сізден. Сапалы өнім, жаңа магнияның, не просто магния, іште бізде мына желудочный сокпен кислотаға түскен кезде водородқа бөлінетінділігі маған мықты. Сол сапалы өнім үшін келдім. Және жомарт, айтып отыр ғой, жаңағы маркетингтің жомарттығы. Действительно, маркетингте өзімнің арманымды көре алдым. Сондықтан таңдауым именно осы Dandelion алаңы болды мен үшін. Мен Dandelionды бизнес деп қана қарап қойған жоқпын. Бұл өзімнің отбасыма арналған сапалы жаңағы орта деп. Өйткені бұл жерде отношениям тұрақты болды, отношениям, командам әдемі формировать етілді. Қаншама жалғыз мен емес, командамда қаншама партнерларым үлкен жетістікке жетті. Мақсатым менің жетістігім емес, мақсатым бұл жерде командамның жетістігін көре алдым. Тамаша. Әрине, дұрыс, бәрі дұрыс. Ол ең бірінші законный компания. Кішкентай ғана ақшамен үлкен бизнес. Мені сол қызықтырды. Бұл жерде каждый адамның жасай алатыны, керемет мүмкіншілігі сол қызықтырды. Және де кішкентай уақытта шындап келгенде мысалға машинаны алу үшін қанша жыл жұмыс істейсің, үйді алу үшін қанша жыл жұмыс істейсің, подаркасының өзі не тұрады да, мысалы біз оны сыйлыққа алып отырмыз. Уже мен 11 айда 2 iPhone сыйлыққа алып отырмын, 2 путевка алып отырмын. Біз бизнесте даже біз армандамағандамыз, потому что 24 жерде бизнесте жүресің, ақша бар, уақыт жоқ. Мына жерде еркіндік.
мені сол қызықтырды. Тамаша. Міне ханым, сіз иә керемет не үшін конечно. таңдадыңыз Не Dandelion үшін компаниясын? енді ең бірінші өнім ғой. Өнімді действительно өнім жұмыс істеп тұр. Кез келген адамға бұны ұсына аласың. Кез келген адам бұдан результат көріп жатыр. Еще андай именно қатты аурулардан, которые действительно медицина не справляется. Сондай өнім болғасын бұл жерде сосын жаңағы маркетингтің жомарттығы и легальность компании, законность. Бізде уверенность бар. Уверенность. Біз 10-15 жыл мына жерде смело жұмыс істеп жүре береміз. Біздің жаңағы потомки. Немерелеріміз бар, шөберелеріміз бар, бәрі осы жерде біз жеткіземіз, үлкен жетістікке ол балдарда жетеді деген үміттеміз. Тамаша. Бұл негізінде шындап келгенде қазіргі жастардың бизнесі. Бір телефонмен үйден шықпай-ақ, өйткені қазір не сторис, жаңағы статус, YouTube, сол таргет арқылы жастардың бизнесі. Мен өзім 33 жасымда жаңағы традиционный бизнесті бастадым ғой. Міне қазіргі заманауи сетевой деп сетевой келіп жатырмын ғой. Но қазіргі жастардың бизнесі міне дәл осы. Бір телефонмен армандаған үйіңізге жетіп, міне бәрімізді айфонды сол осы компаниядан алып отырық. Машина керек болса машина алып, үй керек болса үй ала аласыздар. Сондықтан осы Dandelion компаниясына жастарды шақырамыз. Құрметті тыңдармандар, енді керемет әңгіме жүрді. Сіздер бұл подкастта керемет инсайтты алдыңыздар, адамдармен қалай жұмыс жасау керектігінде алдыңыздар. Жалпы Dandelion компаниясы қандай жетістікке жеткізіп, адамдарға қандай результат көрсетіп жатқанын алдыңыздар. Ол қаржылай сауаттылық жағынан болсын, жаңағыдай жетіспеушілік бар ғой, енді әрбір отбасында бір отбасы үй алғысы келеді, бір отбасы жаңа кредитін жапқысы келеді, телефон алғысы келеді деген секілді. Осы жетіспеушіліктерді толықтырып берген Dandelion компаниясын мінекей таңдап отқан керемет лидерлерін көріп отырсыздар. Алдарыңызға мінекей керемет результаттарды сіздердің алдарыңызға шақырып, мінекей студиямызға қонақ ретінде шақырып отырмыз. Бұл кісілер шынымен сол айтқан әңгімелеріне 100%, 200% сенімді адамдар. Мінекей бір ғана қораптың ішіндегі өніммен осындай керемет жетістікке жетіп жатқан адамдар. Сіз денсаулығыңызды дұрыстайсыз бұл компаниядан. Өзіңіздің қаржылық жағыңызды дұрыстайсыз, толықтырасыз яғни. Бұл подкастты біз әрмен қарай тағы да жалғастырамыз. Келгендеріңізге көп рахмет. Менің шақырғанымды бірден қолдап келгендеріңізге көп рахмет. Жетістіктеріңіз көп болсын. Құдай қаласа президент статусын бағындырыңыздар. Осы компанияның жаңағы пассивті доходының иегері болыңыздар. Миллионер болыңыздар, миллиардер болыңыздар. Кәсіптеріңіз көп болсын. Әлі де 10 шақты машина, 10 шақты пәтер алыңыздар. Осы Dandelion компаниясының өсіп, өрбуіне үлесімізді қосып жүре беріңіздер. Осымен біздің подкастымыз осымен тәмам. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осы YouTube арнаға тіркеліп қойыңыздар, бізді қолдап қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса осы комментарийге жаза кетіңіздер. Қай қонағымыздың әңгімесі ұнады, оны да жаза кетіңіздер. Біздің видеомызға лайк басыңыздар. Баршаңызға рахмет.